Сәлеметсіңдер ме оқушылар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тістердің құрылысы мен оның қызметі, олардың гигиенасы. Бұл сабақта біз әр типті тістердің құрылысы мен қызмет арасындағы байланысты, түсті күту ережелерін сипаттай аламыз. Суретке мән береміз және де оны дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Жалпы бірінші біз тістердің қызметі туралы тоқтала кеткім келіп тұр сіздерге. Тістер ол асты тістеуге және оны шайнауға және оны механикалық үгітуге қатысады. Сонымен қатар тіс ол сөйлеуге де қатысады. Тістердің құрылысы. Әрбір тістің тіс қаптамасы болады. Қарап отырыңыздар, иә, мына суреттегі сандардың барлығына мен айтып отқан бойынша мойнынан тұрады. Міне екінші рим цифрымен көрсетіліп тұр және түбірінен тұрады. Номер үшінші рим цифрымен көрсетіліп тұр. Қызылектен шығып тұратын тіс бөлігін тіс қаптамасы деп атайды. Тіс сауыты деп тұр ғой сыртындағысы, иә. Міне осыны айтып тұрмыз. Тістің келесі бөлігі ол мойны. Екінші номермен көрсетілген. Ол қызылектен жабылған. Десна қызылек дегеніміз, иә, білетін шығарсыздар. Тістің үшінші бөлігін біз түбірі деп атаймыз. Жаңағы үшінші номермен көрсетіліп тұр. Ол тіс ұяшығына бекініп тұрады. Тістің қаптамасы, кәдімгі сырты, иә, және оның мойны тіс цементпен қапталып тұрады. Тамыр ұшындағы жүйке талшықтары мен қан тамырларының жұмсақ ұлпасына түсетін тесік болады. Жұмсақ ұлпаны біз кейде пульпа деп те атап жатамыз. Әрбір тіс 3 қабаттан тұрады. Біріншісі сыртқы қабатын креуке дейміз, немесе эмаль деп атаймыз. Қарап отырыңыздар. Және де ортаңғы қабатын дентин дейміз. Номер екінші санмен көрсетіліп тұр. Және ішкі тістің жұмсақ ұлпасы, немесе оны біз пульпа деп атаймыз. Креуке, яғни эмалі сырты тістің, ол тек тіс қаптамасын ғана қаптап тұрады. Және ол ағзаның ең қатты ұлпасы. Осы сөйлемге мән береміз. Ағзаның ең қатты ұлпасы деген кезде сіздер креукені, яғни эмальді белгілейсіздер тестқа келген кезде. Оның қалыңдығы әртүрлі болады. Тістің шайнайтын бетіндегі креуке ол қалың болады, яғни ең үстінде айтамыз, иә. Балалардың сүт тістеріндегі креукенің құрамындағы минералды заттар аз болады, сондықтан ол өте жұқа болып келеді. Креукенің астында қатты дентин болады. Бұл тығыз сүйек ұлпасынан түзілген және ол тістің көп бөлігін алып жатады. Ал тістің жұмсақ бөлігі, яғни жұмсақ ұлпасы тесік арқылы тістің ішіндегі тамырға өтетін қан тамырлары мен жүйкелерден тұрады. Қан тамырлары тіс жасушаларын қоректік заттармен қамтамасыз етеді де жүйке талшықтарының тістің сезімталдығына жауап береді. Енді келесі біз тістің типтеріне тоқталайық. Немесе тістің топтар деп атасақ болады. Яғни адам тістерінің типтері. Адам тістерінің типтері басқа сүтқоректілер сияқты күрек тістен, үй тістен, кіші және үлкен азу тістер болып бөлінеді. Ересек адамда 32 тіс бар. Оны барлығыңыз білесіздер. Олар үстіңгі және астыңғы жақ сүйектеріндегі ұяшықтарға бекінген. Мына жеріңізде мысалы үстіңгі жақ сүйек көрсетіліп тұр ғой, иә, және астыңғы жақ сүйек көрсетіліп тұр, иә. Бұның жоғары жағында дәл осындай үстіңгі жақ сүйек болады. Екеуі бағана айттық, біз бір-біріне алдыңғы видеода айтқам, иә, симметриялы түрде орналасады деген болатын. Әрбір жақ сүйекте 16 тістен болады. Тістердің пішіні әртүрлі болып келеді. Мына жерде көрсетіліп тұр ғой суретте де. Кесетін жегі бар күрек тістер және немесе оны алдыңғы тістер деп атайды. Кесетін жегі бар бұлардың. Және олардың қызметі асты кесу болып келеді. Яғни тістейді немесе оны. Бұның саны 8 болады. Қараңыздар, үшінші санмен көрсетіліп тұр ғой суретте, иә? Қараңыздар, біреу, екеу, үшеу, төртеу, сары түспен көрсетіліп тұр. Үстінде 4-еу, астында 4-еу, яғни саны 8 бұл күрек тістер болады. Күрек тістердің шетінде пішіні үшкір болып келген ит тістер орналасады. Қараңыздар, номер 4-ші санмен көрсетіліп тұр, яғни қызыл түспен көрсетіліп тұр. Бұлардың саны 4-еу болады. Яғни жаңағы 4 күрек тістің екі жағында орналасады. Үстіңгі жақ сүйекте 2-еу, астыңғы жақ сүйекте 2-еу болып келеді. Бұлар жыртқыштар отрядында бұл тістерді өте жақсы жетілген, сондықтан оларды біз ит тістер дейміз.
олар жылады ғой, білесіздер, иә, жаңағы жыртқыштарда көбінесе. Ит тістерден кейін әрбір жақ сүйектің оң және сол жақ бөлігіндегі екіден кіші азу тіс орналасқан ақшыл көк түспен орналастырылып тұр. Номер 2 санмен көрсетілген, қараңыздар, иә. Яғни үстіңгі жақ сүйекте оң жағында екеу, сол жағында екеу және астында дәл сондай екіден барлық саны 8 болып келеді. Кіші азу тістерден кейін үлкен азу тістер орналасқан, ол көрініп тұр, темный көк, яғни қою көк түспен көрсетілген, үштен, яғни үстіңгі жақ сүйекте 6, астыңғы жақ сүйекте 6, барлық саны 12 болып келеді. Азу тістердің беті жалпақ, оны білесіздер, суретте де көрініп тұр, және бұдыр болып келеді. Адам олардың көмегімен асты шайнайды. Енді жаңа туған нәрестелерде тістері болмайды, оны білесіздер, иә. Алғашқы тістері баланың көбінесе, барлығына демейміз, 6-9 айынан бастап шыға бастайды. Әрбір жақ сүйекте 10 тістен болады, жалпы кішкентай балаларда 20 тіс болады, білесіздер. Бұл тістерді біз сүт тістер деп атаймыз. Және де бала 3 жасқа толғанға дейін сүт тістері толық шығып бітеді. Сүт тістер 6-7 жасқа қарай түсе бастайды балаларды, білесіздер, иә. Олардың орнына тұрақты тістер шығады. Яғни бұл балалардың жақ сүйектерінің ерекшелігіне байланысты болып келеді. Тұрақты тістердің жасушалары сүт тістердің түбірінде орналасады. Олар біртіндеп сүт тістерді итеріп шығарады да тістерге қоректік заттардың түсуіне кедергі келтіреді. Балалар 12-14 жасқа қарай тұрақты тістері шығып толық біте бастайды. Ең соңғы азу тістер, жаңағы суретке қараңыздар, ол 18-20 жаста, кейде адамдарда одан да кеш шығып жатады. Оларды біз ақыл тістер деп атаймыз. Шын мәнінде ол ақыл тістердің адамның ақылдылығына ешқандай қатысы жоқ, иә. Енді осы тістерді гигиенасы туралы айта кететін болсақ, тіс гигиенасы, мысалы, ауру тістер басқа мүшелерге зиян тигізеді. Ол жүрекке, бүйрекке, буындарға және басқа да мүшелерге. Мысалы, біз тісі саудың дені сау деп жайдан жай айтылмаған. Сондықтан тісті күту керек, иә, оны білесіздер. Қазақстанның көрнекті ғалымы, тұңғыш кәсіби дәрігер Халел Досмұхамедов ғалымды білесіздер, тіс гигиенасына өте үлкен мән берген болатын. Яғни ол кісі тіс ауруларының алдын алу үшін тамақ ішіп болған соң тісті тазалау қажет. Яғни ғалымның бұл пікірі ереже болып әлі күнге дейін табылады, ереже болып табылады. Тістерді, яғни сау күйінде сақтау үшін тамақ ішіп болған соң міндетті түрде щеткамен тазалап отыру қажет. Тістердің арасында тұрып қалған тамақ қалдықтарын микробтардың тіршілік етуіне қолайлы орта болып табылады. Сондықтан үнемі әрбір тамақ ішкен сайын ауызды шаю керек. Таңертең және кешке тісті мұқият тазалау керек, өйткені таңертең тісті неше рет тазалауға болады деген сұрақта болып жатса, 2 ретте жауап бересіздер. Бұл кезде белгілі бір ережелерді сақтап отыруымыз қажет. Яғни тіс пастасын таңдаған кезде тіс дәрігерлерінің ұсынысын басшылыққа алуымыз қажет. Тістің сыртқы беті қатар, ішкі жағын және жоғарыдан төменнен жоғарыға қарай тазалау керек. Оның да өзінің ережесі, былай қарасаңыздар. Әрбір адамның өзінің жеке тіс щеткасы болу керек. Тіс щеткасыны пайдаланған соң оны міндетті түрде тазалап жуып, яғни сабындаған күйінде қалдырамыз, жуған күйінде дейміз, немесе. Щетканы пайдалану алдында сабынмен жақсылап жуып, қайнаған сумен міндетті түрде шаюларыңыз керек. Щетканы әрбір ай сайын ауыстырып отыру қажет міндетті түрде. Тісті және ауыз қуысын мұқият тазалау адамның өмір жасын ұзартудың бір шарты болып табылады. Енді мына жердегі суретте сіздерге тіс жегі ауруы көрсетілген. Кариес дейміз, сіздер енді орысша айтасыздар, көбінесе қазақша тіс жегі дейміз. Егер тіс кіреукесінде жарық пайда болса, кәдімгі тістің аппақ эмалінде, бір сөзбен айтқанда, тіс қуысына микроағзалар ене бастайды. Кіреуке ол қатты заттарды, мысалы ретінде жаңғақ, мұз, кәмпит сияқты заттарды тістеген кезде көбінесе зақымдалады. Сондықтан қатты тіске қатты заттарды жеп зақымдап алмаңыздар. Егер ыстық тамақтан кейін бірден суық су ішсе, немесе балмұздақ жесеңіздер, жаңағы тістің эмалі өте оңай бұзылады. Міне қараңыздар, осындай қарапайым ережелерін өзі сақтау керек. Микробтардың әсерінен
дентин зақымданады да, бұл ауру тіс шегі деп аталады. Бұл латын тілінен енген, яғни кариес деген ол шіру деген мағынаны білдіреді. Егер тіс шегісін емдемесе, ұлпа ол зақымданады да, тіс бұзылады. Міне қараңыздар, иә, мына жерде уже тістің жаңа емалін алып тастап, мысалы бұл жерде уже емдеп, сосын жаңағы не салдырады, пломб салдырады, оны білесіздер. Және де тіс пен қызылетке темекі шегу кезінде бөлінетін никотин көп зиянын келтіреді. Қараңыздар, енді сіздерге көбінесе мен бірден айта кетейін, иә, ұбт-да жиі кездесетін сұрақтар бар осы жерде. Кейін мен оны саламын каналға, бірақ сонда қазір айта кетейін. ИТС-ке байланысты сұрақтар бар, үлкен азу тіске байланысты, содан кейін тіс шегіне байланысты, тіс қаптамасына байланысты сұрақтар өте көп кездеседі. Тіс ауруы деп кездеседі, өйткені біздің осы тақырыбымызда тек қана осы тіс шегі ғана берілген, басқа ауру берілмеген, сондықтан осы ауруды ғана белгілейсіздер. Мысалы, күрек тістердің екі шетінде орналасқан пішіні үшкірлеу келген тістер қалай аталады дейді, яғни ИТС-тер деген сияқты. Сондықтан мынау айтылған әрбір мағлұматты тыңдап, дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қойыңыздар. Тақырып түсінікті болса, сіздердің пікірлеріңіз қаншалықты түсінгенім мен үшін маңызды, жаза кетсеңіздер екен деймін. Енді келесі сабақта сіздермен адамның ас қорыту жүйесінің құрылысын, тақырыбын толықтай түсіндіретін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.